күннің сабақ мақсаты, біздің сабақ мақсаты төменгі позицияда металлды кладезбен доғалық кесуді орындау, алынған білімді практикалық жұмыста қолдану дағдыларын дамытуына ықпал ету. Металлды кесуден бұрын алдын ала сендер қандай нелер білесіңдер? Құрал жабдық саймандар білесіңдер, металл кесетін қандай құрал саймандар білесіңдер? Металл кесетін ара, металл кесетін қайшы, металл кесетін шапқы. Олар қайда болған? жұқа металлды кесуге қана. Қалың металлдар қандай? Болгарка, газбен кесу, Сосын арнайы сауық және дисклар. Бұл металл бұдан басқа тағы металл кесетін көптеген құрал саймандар бар. Оның бәрін айтпай ақ қояйын. Именно біздің бүгін кесетін неміз плазморез. Мынау металл кескен кезде қандай шаралар қолданасыңдар? өрт қауіпсіздігі мен техника болсын. Қаттырақ айтсаң? Өрт қауіпсіздігі мен техника болсын. Енді оны қалай түсінесің? Техника қауіпсіздігін қалай түсінесің? Өрт қауіпсіздігін арнайы киім жабдықталуымен кию керек. Сосын жаңағы жұмыс орнында таңғыштықтарын бәрін тапса керек. Газбен кескен кезде не істеу керек? Оның газбен баллонның армашықтығын 10-15-те сақтау керек. Сақтау керек, араға сақтау керек. Енді қалған сабақтың үстінен келеміз, сендерше екеуіне болса. Содан кейін ал металл кесерден бұл алдымен не істеу керек? Оның сызба суреттерін беру. Иә, оның металлды сызып алдық бәрі да. Осы қандай құралдар пайдаланамыз? Линейка, серпуль, мастер, кескіш. Маркета қазір алды. Бұны сызып алғаннан кейін барып келесі. Енді сызып алдық қой бәрі да, металл бәрі сызып алдық. Енді бүгінгі основной біздің үйренетініміз плазморез. Плазморез екі неден тұрады, екі бөліктен тұрады. Бірінші бөлігі мынау өзінің основной несі, аппарат. Екіншісі бұл компрессор. Бұл компрессор желілер. Мынау токпен істейді, мына компрессор екі соң екеуі қосылып істейді. Бұл да бұның пайдалану тәсілі өте заманауи технология болғаннан кейін, техника болғаннан кейін өте жеңіл. Бұнда алдымен ең бірінші тоқты арт жағында автоматты соны қосамыз. Одан кейін алдыңғы жағында мынандай екі не бар. Мынау металлдың қалыңына байланысты тоқты көбейтіп азайтамыз. Жұқа металл болса кішкене азайтамыз тоғын, қалың металл болса көбейтеміз. Амал ішіндегі компрессордың несін көрсетіп тұрады, давлениесін көрсетіп тұрады, қанша керек екенін полностью көрсетіп тұрады. Осы алдына қосамыз, тоққа қосамыз, одан кейін мына металлға байланысты келтіреміз несін. Одан кейін барып, өзі бұл плазморез кескен екі түрлі тәсілмен кеседі. Бірісі жай қолмен ұстап тұрып кесу, ол бүгінгі сабақтың несі. Сендерге астыңмен кесіп қолын кесіп. Екіншісі қосалқы нелерге байланысты, бөлшектерге байланысты әртүрлі ою-өрнектер кесу болады. Металлдың бір жақ қырын алып тастау болады. Сол үшін істелген нәрсе көрдік. Алдында тұрған аппараттың тапты мына жерде. Соған бөлшектер. Енді основной осы металл енді түсінікті ғой, плазморез туралы. Соны қатты емес. Бүгінгі сіздің сендердің міндеттерің қазір ертеңгі практикаға мынандай металл пластиналарды кесіп шығу керек. Оның ұзындығы 200 мм, ені 100 мм кесу керек. Бері өрттің ұзындығы 100 мм, 200 мм, ені 100 мм. Так, қосып тұр ғой. Енді күн, мына жерде компрессор жағын айтқанда, қостым, автомат қосасын. Алтын жағына кеп, алтын жағын қалаймыз. Енді біздің металлымыз шұқалы металы, қырыққа қоямыз. Мынау алтынға қоямыз. Соны кейін плазморезді, түсіп тұрмыз. қараймыз. Мынау жаққа не болады? Егер мынау несін күйіктірсе жаққа айырбастаймыз. Егер дамасы күйіктір жақсы болса, сол орында қалады. Сызып көрдің ба? Мен қазір сызып көрсетемін, кесіп көрсетемін. Масса. Мынау масса, масса жақсы қосамыз маған. Мен былай жүрмін, былай қараңдар. Былай кесеміз.
екі ара қашықтығы. Арасы алыстаған сайын ол шамасы келмейді тесуге. Түсінікті ғой, да? Иә, өшіп қала береді. Енді қазір міндеттері сызып болды ғой.
істеген жұмыстан қандай нәтиже шығардыңдар? Қателіктерді айтып, қандай нәтиже шығардыңдар? Нені оқыдыңдар? Қауіпсіз ережесі сақтауға, Тағы да? қауіпсіз ережесі сақтауға барлық істемей тұрған жерде өрт қауіпсіздігі сақтауға. Ең бастысы екі нәрсе айттым ма? Соны айтып өтсіңдер. Бастысы. Металл қалыңдығына байланысты жүру жылдамдығы, содан кейін екі арасында ара қашықтығы. Осы екеуін сақтасаңдар, қалың металлды 30 миллиметрге шейін 300 миллиметр кеседі. Самый главный ең бастысы жүруіне металлдың қалыңдығына байланысты жүру жылдамдығы, ара қашықтығын сақтау. Түсінікті ғой да? Қазір тағы балаларға кесесіңдер, ертең практикаға.